Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді. 91 жылы тәуелсіздік алдық деген атымыз ғана болмаса, жемқорларымыз теңге мен баксқа, жеткіншектеріміз батыс пен ақшқа тәуелді болуды жалғастыра беріпті. Тобығы көрініп қалса, топтың алдында сөг салатындай қысылатын әжелер мен қыз бен келінінің көзінше шортип түгіл шолақ жең жейде кимейтін аталардың көзі сирегелі, тәрбиенің тұнығы да лайланды. Семьяған емес, сахнада сайқымазаққа айналды. 91-ды намыссыздар деп төбесінен найзағай ойнатып жүргенде жығылғанға жұдырық, бір қызымнан бір қызым сорақы дегендей Ирина Қайратовна тобының исі қазаққа аты мәшһүр балуан шолақ сарайында қылған кешегі былығы желіден жарқ ете түсті. Анайы қылығын көруге көз, айтқанын тыңдауға құлақ ұялады. Жиырылған жыланның жазылғанындай көлемі ұлғайып келеді бұл көрген сөздердің. Олардың өнерсімағын көрген өскелең ұрпақ өрге самғайтын қырандай емес, өлексе жеген құзғындай болатын ақиқат. Бұндайда итпен құда болсаң тойың боқсасы ит деген қазақ. Сол сарай талай спортшыларымыз терін төгіп көк туымызды көкке көтерсем деген орын емес пе? Сен жанбасаң, мен жанбасам, кім жанады лапылдап. Жарыс болатын жерге барғанда біздің туымыз желбіреп тұрды. Қазақстан туы желбіреп тұрды. Сол қанша мемлекеттің ішінде сонда толқынып жылаған. Осындай күнді Құдай бізге көрсетті. Ал бүгін ол жерге арақ пен нашаға тойып алған әдептен ада, аузы әжетхана болған әпербақандар шығып, көк туыңмен көтенін түртуге бар. Азар болса әкімшілік айып болсалар деп аяғын тартатын да сыңай білдірмейді. Терезеңе ту ділсең, тергеуге шақырып, тәуелсіздік алаңына ұстап барсаң, темір торға тоғыта салатын жаңа Қазақстанның айбынды полициясы бұларға келгенде неге соқыр? Ол аз десеңіз, аз уақыт бұрын Қаныш Сәтбаев атындағы оқу ордасының алдында өткен концерттің сыйқы сын көтермейді. Мен адамдардың аштығынан емес, тоқтығынан қорқам деп Толстой айтқандай, әке шешесінің тапқан жылы жұмсағымен жүйкесін қатар жеп, кекірі қазып жүрген балашақ емес, бас проректордың өзіне де қой дейтін қожа, әй дейтін әже болмақ сол. Сәтбаев қазақтың кенін қазса, сайқалдар қазақтың көрін қазып жатыр. Ақыл айтқан адамнан алапес көргендей шошитынын қайтерсің тағы. Абайдың дәуірінде шешілмеген түйін, Абайдың дәуренінің тұсында да шешілмейтін сыңайды. Ақылдасып жүре тұрыңдар, референдумды өткізіп алайық деген шақтардың шахматтық жүрісі мәл де бұл кім білсін. Өйткені көпшіліктің ішінде көзге біткен сүйелдей болған ата заңның тіл туралы тармағы талқыланып жатқанына біраз болды. Отырысын орысша өткізетін парламент пен екінші тілдің мәртебесін алып тастайық десең, ер тоқымын бауырын алып тулайтын, тырнағының астына тікен кіргендей тыжырынатын Алжас Сүлеймен тағы бар. Алжас деп мынау, Олжас Сүлеймен. Түрім қазақ болғанмен, тілім қазақ болмаса болмас деп 4-5 айдың ішінде қазақша үйреніп алған тұңғыш ұшқышымыз Тоқтар Әубәкіров талайға үлгі болуы тиіс. Қысқасы, енді ырыққа көнбегенге құрық, құрыққа көнбегенге сырық пайдаланатын уақыт жеткен секілді. Пікір иесі Болатбек Мейірбекұлы, аман болайық. Ассалаумағалейкум әлеумет. Бағана әлеуметтік желіден сахнамызда бейәдеп әндер айтып жүрген, боқауыз әзілдер айтып жүрген, қазақылығымызға жатқылық жасап жүрген өнерпаздарды қатаң тыю, соларға бір шектеу қоюды талап етем деген сыңайда жазба қалдырған біраз адамдардың сөзін оқып қалдым. Бұл енді кімнен талап етіп жатыр? Биліктен талап етіп жатса, бұл тек бекер арамтер болу деп есептеймін. Биліктен көңіл қалғалы қашан. Бұны әрқайсымыз жеке талап етуіміз керек. Өткенде менде ана асабаларға құрылтай жасағанда бейнесін көрген кісілер бір алғысын айтып жатқандар көп. Мен оны бір еліміздің болашағына, келешегіне алаңдағаннан кейін, жас ұрпағымыздың түзу болуына алаңдағаннан кейін жасап отырмын. Енді соған ай бәрекелді жақсы екен деп мастанып жүре бермей, іске көшетін кез келді жігіттер. Оларға тиым салуға, оларды тоқтатуға тек қана билік емес, барлық қазақтың жігіттерін, оның ішінде тек жай ғана өнерде, басқа жақта жүрген жігіттерді емес, спортта жүрген спортшы бауырларымызды, батыр бауырларымызды атсалысуға шақырам. Батыр деген тек қана біреуді бүріп құлатып, біреудің белбеуін тартып тағып алу емес, айналаңды түзеуден басталады. Кезінде неге әр елдің өзінің төбе билері, әруақты батырлары болды. Ол тентегін төзге салып, тексізін жөнге салып отыру үшін керек болды. Мысалға біздің жақта Ұзақ деген батыр өткен. Ұлт азаттық көтеріліс кезінде бал өлгенше шал өлсін деп патша үкіметіне қарсы тұрған. Сол Ұзақ батырмен замандас өмір сүрген Көдек Маралбайұлы деген ақын болған. Көдек жас күнінде кішкене жаңағындай бәдіктеу ақын болған екен. Жүрген жерін күлдірем деп кейбір артық сөздерді айтып қояды екен.
Соны естіген ұзақ бір күні сәлем айтып жіберіпті біреуден. Ана көдөкке сәлем айта бар. Аузындағы сөзін түземесе енді кездескен жерінде сабайым деп. Соны естіген көдөк сап тиылып өлеңі түзеліпті дейді. Сол сияқты әрбір қазақ жігіті ондай арнадан шығып қалыптан ауытқып кетіп жатқандарға сес көрсетіп, дес көрсетіп, олардың мысын басуымыз керек. Мен енді оларды ұру керек, сабау керек, қабырғасын қаусату керек деп жатқам жоқ. Біреуді бір зорлық, зомбылыққа үгіттеп жатқам жоқ. Бірақ сес көрсетіп, аяғын тартып жүретіндей батырыңқырап ақылымызды айтып қою ешқандай артық етпейді. Қазақта ақымақ еркек десіне сенбейді, күшіне сенеді. Ақымақ әйел есіне сенбейді, түсіне сенеді деген сөз бар. Сондықтан да барлығымыз атсалсақ, барлықтарыңызға осыны жолдаймын. Аман болайық, ауырмайық. Қазақ дүние тұрғанша тұрсын. Біздің қоғамда дәмі жоқ, татуы жоқ, жаңағы белсенді, блогер, әнші сымақтар өте көп және істеп жүрген қылықтары қазаққа да тіпті адами қасиетке де жатты. Осы адамдарды кешегі көп болған концерт нөр, бүткіл әлеуметтік желіде жүр, көк байрағымызды қолына орап алып, арақ пен шылымға тойып алған аузына келген оттап тұр. Неге ондай иттер біздің қоғамда және жастарымыздың алдында ондай концерт қояды? Неге оларды жазаламасқа? Және тек қана штрафпен емес, айыппұлмен емес, абақты қамауға керек. Біздің еліміздің, ұлтымыздың рәміздерін қорлаған азаматтарды сондай жолға баруымыз керек. Сондай заңдар шығу керек. Президенттің осы жаңа Қазақстан құрамдегі идеясы, ұмтылысы, ол біріншіден жастарға арналған, жастардың болашағына арналған. Ал бірақ жастар өз тарапынан өз жауапкершілігінде сезіну керек. Себебі кешегі концерттерді көрдік. Ондай жағдайлар жауапкершісіздік. Бұл жаңа Қазақстанға апаратын емес. Бұл қазаққа немесе біздің қоғамымызға лайық емес, өрескел мәдениетке алып бара жатқан жол. Сондықтан оған бүкіл қоғам болып біз тыйым салуымыз керек. Соны бүгін әңгімені өте дұрыс көрсеттіңіз. Осыған қалай тосқауыл қою керек? Біздің мемлекеттік рәміздерді қорламау үшін, немесе жаңағындай аузына келген сөздерді айтпау үшін, тәртіп бұзбау үшін, осыған тиісті ережелерге өзгерістер енгізу қажет болар деп мен ойлаймын. Кейбір елдің арасын бұзып жүрген блогерлер бар. Олардың аудиториясы да кең. Сонымен қатар жаңағындай өрескел қылыққа апаратын жастар бар. Соларға тосқауыл қою керек. Қоғамда мемлекетшіл, ұлтжанды, таза азаматтар алға шығу керек. Президент бастап, осындай азаматтар мемлекетті алға қарай жүргізуіміз керек, алға қарай жүруіміз керек, қоғамымызды дамытуымыз керек.